Қазір барлық юршоттағы депозиттерге, яғни отчет тапсыру керек и налог төлеу керек деп осындай қазбеден сообщениялар келіп жатыр. Енді соған налог төлек, яғни бізде ТО болғандықтан біз 100-ші форма отчет тапсыруымыз міндетті. Енді бұны қалай есептейміз, соны есептеу жолын көрсетейін. Бізде справка аламыз, яғни депозитный счетның справкасын аламыз. Бізде вознаграждение суммасы 15.974 теңгеге түскен. Енді оны қалай есептейміз? Яғни ТО табыстан 20% налог төлеу міндетті. Таза табыстан 20% төлеу міндетті. Соның банк ТОдан 15%-ін, яғни ұстап қалады өзі, а қалған 85%-ін бізге қолымызға береді. Енді біз сол суммадан қалған 5%-ын біз налог төлеуіміз керек, біз налог төлеуіміз қажет. Яғни бізде көрсеткенде вознаграждение суммасы 15.794 теңге. 15.794 теңге. Соны енді есептейміз. Яғни 15.794 жазамыз, көбейтеміз 15%-ке, бөлеміз қалған қолымыздағы суммамызға 85%-ға. Шықты 2819 теңге. Енді 15.974 теңгеге осы 2819 теңгені қосуымыз керек. Сонда бізде шықты 18.793 теңге шықты. Есептейік. 15.974-ті көбейтемін 15-ке, бөлем 85-ке. Тең шықты 2819 теңге деп округлять еттім. Енді осыған қосайық. 15.974-ке қосамын 2819 теңгені. Бізде шықты 18.793 теңге. Яғни бізге сообщение келген, вознаграждение суммасы 18.793 теңге деп. Және тағы да екінші сообщение келді. Сумма к оплате 939 теңге. Бұл қалай шықты? Енді осыны соты формада жинайық. Кабинет налогоплательщикқа кіреміз. Бұл жерде заполнение новой формы дейді. Бұл жерде ештеңе көрінбегендіктен біз настройка списка формаға кіреміз. Яғни 24-ке тапсырамыз. Соты форма. Отчетқа кірдік. Жылымыз 24-ші жыл. И бұл жерде вид декларация таңдаймыз. Қай декларация таңдайтымыз? Ең бірінші тапсырдымыз. Первоначальный таңдаймыз. Егерде күнделікті, яғни бұрын соңды тапсырылып жүрсе, очередная деп таңдаймыз. И резидент РК дейміз. Енді сразу екінші бетке өтейік. Бұл жерде бізде 100.0014 деген жерде доход на неотраженный в строках дейді. Сол жердегі мына строкаға біріншіге, яғни статьяны жазамыз. 226 бірінші пункт, 17-ші пункт табамыз. Вознаграждение по депозитуды таңдаймыз. Выбрать дейміз. Енді осы жерге мына 18.793 теңгені жазамыз. 18.793 теңгені жазамыз. Үстіне де 18.793-ті жазамыз. Қарай, енді 5-ші страницаға кіреміз. Бұл жерде 100.0056 ставка КП, яғни бізде 20% дейміз. Енді қараңыздар. Бұл жерде 20%, 18.793 теңгенің 20%, 3.759 теңге шықты. Енді біз бұл жерде бағана кестеде айтқандай тек 5%-ын ғана төлейміз. 5%-ы біз төлейміз. Енді оны қалай есептейміз? Қарай. Бұл жерде 100.0058-де 5-ші пункт, яғни КП, утвержденный на источник выплат с дохода в виде вознаграждения деген жерге біз кестедегі мына сумманы жазамыз. Яғни 2819 теңгені жазамыз. Осы 2819 теңгені жазамыз. Сол кезде бізде мына жерде сумма өзгерді. Яғни 940 теңгеге өзгерді. Бізде, яғни банк өз есептеп берген еді. Сумма налога к оплате 939 теңге, яғни округленно 940 теңге деп шығарып берген болатын. Осы сумманы біз міне шығарып алдық 940 теңге деп. Болды, ары қарай 6-шы страницаға кіреміз. Директордың фиосын жазамыз и код органы жазамыз. Бізде бұл жерде
04, яғни Бостандық ауданы бойынша тіркелген. Мына жерге ФИО жазамыз директордың. Сохранить в кабинете. Окей. Проверить выполнение. Ошибок нет. Болды. Отправить в угоду деп жібере береміз.